Көрсетілген суреттегі ғарышкерлерге қарайтын болсақ, ғарышта бізде тартылыс күші жұмыс жасамайтын сияқты болып көрінеді. Көріп отырғандарыңыздай, ғарышта орналасқан адам немесе басқа да заттар бұлар белгілі бір бағытта құламайды. Бұл жерде біз тіпті қайсы жақтың төмен немесе қайсы жақтың жоғары екендігінде анықтап біле алмаймыз. Өйткені ғарыштағы барлық нәрселер, мейлі адамдар болсын, барлығы қалықтап тұрады. Егер осы ғарышта тұрған адам осы қабырғадан итеретін болса, ол қарама-қарсы бағытта қозғала бастайды. Яғни бұл деп отырғанымыз жерге қарай, яғни төмен қарай әсер ететін тартылыс күші жоқ сияқты болып көрініп тұр. Бұл жерде бір қызықтысы, осы ғарышкерлер массасы өте ауыр болатын, мысалға жерден өте алыс қашықтықта орналаспаған. Негізінде бұл ғарыш кемелері жерден бар болғаны бірнеше жүз миль қашықтықта ғана орналасады. Мысал ретінде көрсететін болсақ, бұл біздің жер шары болса, ал ғарыш кемесі бұл жер бетіне небәрі бірнеше жүз миль қашықтықта ғана орналасады, яғни ол шамамен осындай бір биіктікте орналасуы мүмкін. Енді біз білетіміздей, жалпы тартылыс күші бұл бізде тең болады үлкен G әрпімен белгіленетін гравитациялық тұрақты көбейтілген бірінші дененің массасы көбейтілген екінші дененің массасы бөлінген осы екі дененің ара қашықтықтарының квадратына. Айтып кеткенде, осы жердегі ғарыш кемесі жерден аз ғана қашықтықта, яғни аз ғана биіктікте орналасатын болса, онда бұл жердегі әр ара қашықтықтың шамасы көп үлкен өзгеріске ие болмайды. Өйткені бұл жердегі R деп отырғанымыз осы қарастырылып отырған объекті менен жердің центріне дейінгі арақашықтық болып есептелінеді. Осы формуладағы R арақашықтықтың көп бөлігін осы жердің радиусы алып жатыр. Яғни жердің радиусымен салыстырған кезде осы дененің жерден көтерілу биіктігі ол өте аз. Бұл деп отырғанымыз осы жерден небәрі бірнеше жүз миль ары қашықтықта орналасқан ғарыш кемесіне әсер ететін тартылыс күшінің шамасы жердің бетінде орналасқан денеге әсер ететін тартылыс күшінің шамасымен салыстырғанда көп айырмашылық болмау керек. Бұл деп отырғанымыз жерге орналасқан адамға қандай мөлшерде тартылыс күш әсер етсе, осы ғарыш кемесіне де тура сондай мөлшердегі тартылыс күш әсер ету керек. Олай болса, менің сұрағым келесідей: егер жердің бетінде орналасқан адамға әсер ететін тартылыс күшінің шамасы жерден небәрі бірнеше жүз миль қашықтықта орналасқан ғарыш кемесіне әсер ететін тартылыс күшімен салыстырғанда екеуі бір-біріне өте жақын болса, онда не үшін ғарыш кемесінде орналасқан адамдарға тартылыс күші әсер етпейді? Осы сұраққа жауап іздеп көрейік. Яғни бұның жауабы қысқаша айтқанда, бұл ғарышта орналасқан денеге де тартылыс күш әсер етеді. Ғарыш кемесінің ішінде орналасқан адамдар да шын мәнінде олар төмен қарай құлайды. Бірақ олардың құлауы, яғни қозғалысының жылдамдығы жермен салыстырғанда өте үлкен. Енді мен бұны түсіндіру үшін келесідей мысалды келтірейін. Яғни бізде қандай да бір денені, мысалы Африкада орналасқан деп қарастырайық. Осы денені мен рогатканың көмегімен өте үлкен жылдамдық бере отырып, оны ұшыратын болсақ, онда ол дене қандай да бір қашықтыққа барып, кейін қайтадан жерге құлайды. Яғни ол бірнеше мыңдаған миль қашықтыққа дейін қозғалуы мүмкін, бірақ ол соңында жерге құлайды. Егер біз ол денені бұдан да үлкен жылдамдықпен ұшыратын болсақ, онда ол сәйкесінше бұдан да көбірек ара қашықтыққа жылжиды, бірақ ол да жерге құлайды. Тура сол сияқты тағы бір денені одан да үлкен жылдамдықпен лақтыратын болсақ, ол денеде қандай да бір көбірек қашықтық жүре отырып құлаған болар еді. Дәл осылай біз лақтырылатын дененің жылдамдығын біртіндеп арттыра беретін болсақ, онда оның ұшу ара қашықтығы да сәйкесінше арта береді. Яғни бұдан да үлкен жылдамдықпен лақтыратын болсақ, ол бұдан да үлкен ара қашықтыққа барып құлайды. Мысалға, тағы да оның қозғалысы келесідей болған болуы мүмкін. Енді біз осы қозғалысты жалғастыра отырып өте үлкен жылдамдық берген кезде
ол денеміз біздің қозғалысын осылай жердің жанында жалғастыра отырып, ол жерге құламай осындай бір траектория жасап қозғалыс жасай бастайды. Яғни бұл деп отырғанымыз, біздің өте үлкен жылдамдықпен лақтырылған денеміз қандай да бір орбита бойымен жерді айнала қозғалыс жасай бастайды екен. Яғни бұл жердегі денемізге әрине тартылыс күші әсер етіп жатыр. Егер ол денемізге тартылыс күші әсер етпесе, онда ол ашық ғарышқа қарай шығып кететін еді. Жердің тартылыс күші бар болғандықтан, осы өте үлкен жылдамдықпен лақтырылған денеге әрдайым жердің тарапынан тартылыс күші әсер етеді, бірақ оның жылдамдығы үлкен болғандықтан ол жерге құламай, осы жерді айтып кеткенде айналып қозғалыс жасай бастайды. Енді менің бастапында қойған сұрағыма оралатын болсақ, осы жағдайдағы ғарыш кемесі де белгілі бір жер орбитасында орналасқан және де оған тартылыс күші әсер етіп жатыр. Яғни осы жағдайдағы ғарыш кемесі немесе оның ішіндегі адамдар, олар қозғалыс жасап жатқан жоқ, олар құлап келе жатыр деп айтуға болады. Яғни бұл ғарыш кемесінің жылдамдығы өте үлкен болғандықтан, олар жерге еш уақытта соқтығыспайды. Яғни олар айтып кеткендей жерді айналып қозғалыс жасайды. Егер әрине бұл ғарыш кемесі жылдамдығын азайтатын болса, онда осы жерді айнала қозғалыс жасап жатқан ғарыш кемесі жерге қарай құлай бастайтын еді. Жалпы жердің тартылыс күшінің әсері жерден 300 немесе 400 миль ара қашықтыққа дейін әсері байқалады. Енді жалпы адамдарды гравитациялық күштің, яғни тартылыс күшінің әсерін сезіндіру үшін, мысалға жердің беті болса, осы жердің бетінен ұшақ арқылы, осы ұшақтың ішінде отырған адамдармен бірге келесідей бір, яғни осындай бір траектория жасай отырып қозғалысқа келеді. Яғни бұл парабола тәрізді қозғалыс жасайтындықтан, осындай қозғалыс кезінде адам тартылыс күшінің, яғни еркін түсу үдеуінің шамасын өзіне сезіне алады. Яғни осы ұшақтың ішінде отырған кез келген адам осындай бір қозғалыс жасау кезінде еркін түсу үдеуінің шамасын сезінеді. Егер мысалға сіздер парашюттан секіріп көрген болсаңыздар, сол жағдайда да еркін түсу үдеуін сезіне аласыздар. Яғни сондай өте үлкен биіктіктен құлаған кезде, немесе осындай бір траектория жасап қозғалыс жасаған самолеттің ішінде біз еркін түсу үдеуін сезінеміз. Бұл деп отырғанымыз, біздің асқазанымызға төмен қарай тікелей тартылыс күші әсер етеді, және де бұл бізге қолайсыздықтар туғызуы мүмкін. Яғни осы жағдайдағы ғарышкерлерде тура сондай сезімді басынан өткізеді, яғни оларға да тартылыс күші әсер етуде. Тіптен осы жерден мысалға өте үлкен қашықтықта орналасқан, яғни гравитациялық күші әсер етпейтін аумақта да біз сондай жағдайда сезіне аламыз. Яғни еркін түсу үдеуін сезінеміз. Яғни бұл жерде осы ғарыш кемесінің ішінде отырған адам, егер оның қасында терезе болмаса, ол өзінің нақты қай жерде орналасқандығын сезіне алмайды. Яғни ол өзінің массасы үлкен объектінің қасында орналасқан ба, немесе ол өзінің ғарыш кемесімен бірге қозғалыста келе жатқандығын, немесе оның қасындағы денелердің құлап бара жатқандығын. Яғни бұл жерде тартылыс күші аз болғандықтан, ол өзінің қасында орналасқан заттардың нақты қай аймақта орналасқандығын біле алмайды.